Сәлеметсіздер ме оқушылар? Тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша шығармалармен танысуды әрі қарай жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы Асқар Сүлейменов, Бесатар повесі, Крейгель бөлімі. Бүгінгі сабақтың мақсаты бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз: шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайсыздар. Оқушылар, сіздерге ұсынылып отырған мына бір тірек сөздерге назар салыңыздаршы. Қашу мен қуу, бес өлік, мансабы, Төрехан ауылы, үш бекініс, бунтшылдар, құтқару, 6 күн. Бұл тірек сөздер Бесатар повесінің қай бөлімінде кездесетін еді? Иә, бұл Бесатар повесінің Крейгель бөлімінде бар. Олай болса, осы тірек сөздер арқылы Крейгель бөлімімен таныс болайық. Ол үшін төменде ұсынылған сілтеме бойынша өтіп, танысып шығыңыздар. Оқушылар, Крейгель бөлімімен танысып шыққан болсаңыздар, осы бөлімнің басты кейіпкері Крейгельге топтастыру жүргізу арқылы ойымызды жинақтайық. Мен сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Крейгель өте қу, әр ісіне сақ, айлакер, отаршылдық саясаттың өкілі, зорлық-зомбылық танытушы, жергілікті халықты менсінбеуші адам. Оқушылар, сіздер Крейгель бөлімімен толықтай таныссыздар. Ой түйіндеп алған болсақ, назарларыңызға ұсынылып отырған үзіндіні мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Күн дүйсенбі, кешке қарай сәті түсті, Витка Сафроновтың 40 солдаты келмек. Мослиге жеңген 40 солдатқа аспасы бір қазақ болса да түтіп бермек емес. Осы рабатқа әрге тепкен 4 күннен бергі жинаған хабарына қарағанда, бұл Баурайдағы бунтшылардың ұясы үш жерде. Келер солдат 40 болса, мұнда Иноземцевтің 9 жетімегі бар, ал өзінде 10 солдат. Онда бақандай 60 адам. 60 мылтықпен жамылып беріп, үш ұяны бірінен соң бірін қақсатам десе, мұның қолын қағар кім, мұның аяғын ұшпас кім бар? Мен сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Ұсынылған бағалау критерийіне сай, мына дескрипторларды ескеруіңізді сұраймын. Үзінді негізінде ғаламдық тақырыпты анықтайсыздар, шығарманы ғаламдық тақырыппен салыстырасыздар. Үзіндіде көтерілген мәселе: төңіректегі бунтшылдардың наразылығы. Бунт, бүлік шығару, бүлікшілік, лаң. Ғаламдық тақырыппен байланысы: бұл ғаламдық мәселе. Кез келген мемлекетте билік басшыларының жүргізген саясатына қарсылық танытып, бунтқа шығушылар әлі де бар. Мәселен, Сирия мен Украина елдері. Екі мәселені салыстырар болсақ, адамзат небір сұрапыл соғыстардан көз ашпады. Тәуелсіздік үшін наразылықтар бірінен соң бірі жалғасын тауып отырды. Жеке дара мемлекет болып қалыптасқаннан кейін бұндай наразылықтар бәсеңдей түсті. Көптеген елдер соғыс зардабынан құлдырап, азып тозды. Ал қазіргі таңда бір мемлекеттің ішінде жүргізіліп жатқан реформаларға деген келіспеушіліктердің күшейгендігін байқаймыз. Соның салдары да осындай наразылықтың күшеюіне әкеліп соқтырады. Яғни, бірінде тәуелсіздік үшін бунт болса, екіншісінде ел басқару ісіне қатысты бунт. Ал ұқсастығы: екі мәселеде де көздеген мақсатқа жету қарастырылған. Сондай-ақ бірлікті сақтау, соғыс отын тұтатпау, бейбітшілік үшін күресу өткен ғасырдың да, қазіргі 21 ғасырдың да өзекті мәселелерінің бірі. Ынтымағы жарасқан бейбіт елдің ұрпағы бола білейік. Жақсы оқушылар, бұл тапсырманы ойдағыдай орындап шықты деп сенемін. Олай болса, осы анықталған мәселенің негізінде келесі тапсырмаға көшейік.
Екінші тапсырмада тарихи және көркемдік құндылығын бағалайсыздар. Бұл тапсырманы орындауда мына дескрипторларды ұсынамын. Тарихи құндылығы мен көркемдік құндылығын анықтайсыздар. Бұл бөлімнің тарихи құндылығы мынада. Қазақ халқының бастан кешкен қиын қыстау кезеңі, отаршылдық саясаты, жап-жас баланың қайткенде әкесін құтқарсам деген ойы. Бұл шығарма тарихи оқиғаларға негізделген. Осы кезеңге сай құнды тарихи мағлұматтарды қамтиды. Шығарма кейіпкерлері, олардың іс-әрекеттері де құндылық. Елі мен жері үшін, ұрпағының болашағы үшін қорғай білетін нағыз қас батырлар. Мысалы, Сәруар мен оның әкесі. Бұлар оқырманның есінде қалары хақ. Ерекше леппен жазылған ақынның көркем шығармасын тарихи құндылық ретінде бағалай білуіміз қажет. Бұл бөлімнің ерекшелігі де осы көркемдік құндылығына байланысты. Біріншіден, автор қолданған мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестері. Тұяқ серпе алмады, асықпаған арбамен қоян алар. Сонымен қатар, автор теңеулер мен бейнеулерді жиі қолданған. Таға игендей, қайқы қылыш, аңғал жау. Автор шығармада тілдік амалдарды, шығарма стилін ұтымды таңдай білген. Қарапайым өмірде қолданып жүрген сөздердің баламасын, синонимдік қатарларын пайдаланған. Әр сөзге өзіндік ажар берген. Бұл оқырманға да ерекше әсер етеді. Сондай-ақ Асқар Сүлейменовті әдеби тілдің өркендеуіне үлес қосқан қаламгер деп тануымыз қажет. Оқушылар, келесі кезекте өзіндік жұмысқа назар салайық. Шығармадағы ерекшеліктердің бірі мақал-мәтелдер дедік. Олай болса, шығармада кездесетін мақал-мәтелдерді жинақтап, қызметіне талдау жасаңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақты да аяқтай келдік. Олай болса, сабақ барысындағы іс-әрекеттеріңізді рефлексия пирамидасы тәсілі арқылы қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесінің Крейгель атты бөлімі бойынша жұмыс жүргіздік. Шығармада көтерілген мәселені ғаламдық тақырыппен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағаладық. Олай болса, сабақ барысында орындаған тапсырмаларға сүйене отырып, өзіндік жұмысты еш қиындықсыз орындайды деп сенемін. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.